21 сабақ оқулық беттерін анықтау есептері. Бірінші есеп. Кітап беттері 430 цифрмен нөмірленген. Егер кітап беттері оның 3-ші бетінен бастап нөмірленсе, кітапта барлығы неше бет болған? Есепті шығару барысында 430 цифрдан азайтып тастаймыз 180-ді, ал одан кейін азайтамыз тағы да 7-ні. Мұндағы 180 дегеніміз бұл 2 таңбалы сандар, ал 7 дегеніміз 1 таңбалы сандар. Азайтамыз, яғни 430-дан 187-ні азайтатын болсақ, бізде 243 цифр қалады. Ал 243 цифр дегеніміз бұл біздің 3 таңбалы сандарымыз. Демек 243-ті 3-ке бөлуіміз керек. 243-ті 3-ке бөлетін болсаңыз, 81 деген сан шығады, яғни 243 цифр кетсе, демек ол жақта 81 бет бар деген сөз. Демек барлық беттерді енді қосып шығамыз. 81 бет, яғни 3 таңбалы беттердің 81 бет бар. 180 цифр дегеніміз ол біздің 90 бетіміз. Ал 7 цифр ол біздің 7 бетіміз. Себебі бұлар бірлік разрядтар. 81-ге 90-ды, оған 7-ні қосатын болсаңыз, 178 шығады. Демек есептің жауабы 178 беттен тұрады кітабымыз. Екінші есеп. Мәулен ортасындағы парақтары жыртылған журнал тауып алды. Оның бір жағында 14-ші бет, ал екінші жағында 37-ші бет деп жазылып тұр. Сонда журнал неше беттен тұрады дейді. Егер газет немесе журнал n беттен тұратын болса, онда оның кез келген қос бетінің қосындысы n қосылған 1 болады. Яғни n қосылған 1 тең болады 14 қосылған 37-ге. n қосылған 1 тең 14 пен 37-ні қосатын болсаңыз, 40-51-ге тең болады. Осы жерден n-ді табатын болсақ, 51-ден 1-ді азайтамыз, яғни 50. Демек, біздің журналымыз немесе газетіміздің бетінде, яғни ол барлығы 50 беттен тұратын журнал тауып алған. Үшінші есеп. Кітаптың беттерін нөмірлеу үшін 3017 цифр қолданылған болса, кітап неше беттен тұрады? 3017-ден азайтамыз. Бірлік разряд бұл жерде 3-ші беттен деп айтылмаған, демек бірлік разрядтан бізде 9 цифр бар. Азайтылған 10-дық разрядтан бізде 90, 92-ге өтетін болсақ, 180 цифр қолданылады. Азайтылған 100-дік разрядымыз, жүздік разрядымыз бізде 100-ден бастап 999-ға дейін, яғни 900 сан бар. 900 бет бар, ал 900 бет дегеніміз әрқайсысына 3 цифрдан қолданылса, ол 2700 цифрға тең болады. Демек 3017-ден 9-ды, одан 180-ді, одан 2700-ді азайтатын болсақ, бізде қалады 128 деген цифр қалады. Ал 128 деген цифрымызды 4-ке бөлеміз. Себебі бұл 4 таңбалы сандар ғой. 4-ке бөлетін болсаңыздар, онда бізде 32 бет шығатын болады. 32 бет шығады. Демек беттердің барлығын толықтай санап шығайық. Бізде 9 цифр ол 9 бет, қосылған 180 цифр ол 90 бет, қосылған 2700 цифр ол бізде 900, әрқайсысы 3-тен ғой, 900 бет, қосылған 4 таңбалыдан 32 бет бар. Демек осылардың барлығын қосатын болсақ, біздің кітабымыздың барлық беті шығады, яғни барлығын қоссақ 1031 шығады екен. Демек жауабы, егер осынша цифр кететін болса, онда ол кітаптың 1031 беті бар деген сөз. Төртінші есеп. Бір газет парағында 4 бет болады. Өткенде газеттің бір парағында 6-шы және 19-шы беттерін болғанын көрдім. Газетте неше бет болған? Яғни бұл біздің екінші есебімізге қатты ұқсайды екен. n қосылған 1 тең болады 6 қосылған 19-ға. n қосылған 1 тең 6 мен 19-ның қосындысы ол 25. Осы жерден n табатын болсақ, 25-тен 1-ді азайтамыз, яғни 24. Демек есептің жауабы бұл газет бетінде 24 бет болған деген сөз. Келесі 5-ші есеп. Фариза кітапты ашқанда оң және сол жақтағы беттегі 2 бетінің нөмірленген сандарының қосындысы 23-тен үлкен, 27-тен кіші сан екенін байқады. Ал олардың көбейтіндісі қаншаға тең деп айтылып тұр. Бұл жерде бізде газет емес, бұл кітап туралы есеп айтылған. Демек олардың қосындысы 23-тен үлкен, 27-тен кіші. Бізде бұндай сандар. Кітаптың кез келген бетін ашып қалсаң, бірі екіншісінен 1 санға кем болады. Яғни біреу n болса, біреу n қосылған 1 болады. Демек оның бір беті 10 болса, бір беті
11 болуы мүмкін, ал бұл екеуінің қосындысы 23-тен үлкен емес. Сондықтан біздің 10 мен 11 деген не болады? Қате болады. Демек біздің кітабымыздың бір жағында 12 деп жазылса, онда келесі бетінде 13 деп жазылуы мүмкін. Себебі бұл екеуінің қосындысы 25. Яғни ол 25 дегеніміз 23-тен 25-іміз үлкен, бірақ 27-тен қандай? Кіші. Демек осы екі сан біздің міндетті түрде кітабымыздың беттері болады. 12-ші, 13-ші бет қатар-қатар тұрады, ал қосындылары 23-тен үлкен, 27-тен кіші. Олай болатын болса, олардың көбейтіндісін анықтаңыз деген екен. Демек бізге 12 менен 13-тің көбейтіндісін сұрап тұр. 12 мен 13-ті бір-біріне көбейтетін болсаңыз, 156-ға тең. Демек есептің жауабы 156.